Бұл эфирді не үшін арнадық? Мен кеше сіздерге опрос жасаған болатынмын. Бірнеше тақырыптар бар негізі бізде: денсаулық саласында, қаржы саласында, өзін өзі тану, өзінің жолын табу, миссиясын табу, предназначение деген қазір өте бір қызықты, сондай бір актуальный проблема болып жүр ғой. Елдің бәрі осы сұрақты өзіне қойып, менің не жұмыспен айналысуым керек екен, не іспен айналысуым керек екен, жалпы өмірге келгендегі менің мақсатым не екен деген сияқты адамдар көп ізденіп жүр. Мен кеше соларды ұсындым, яғни қаражат жағында ұсындым, бірақ қаражатты мен екі түрлі жазып қойдым да. Ана жерде қарыздан құтылу немесе табысты молайту деп. Екі варианттың ішінде адамдардың барлығының көретіні қазір да көпшіліктің қарыздан құтылу. Бұлай қарап отырсақ, біз білеміз позитивный психологияның, осы менің көрермендерімде уже көбісі біледі, оқып жүрсіздер, біліп жүрсіздер да. Біз нені ойласақ, сол нәрсе біздің өмірімізде көбірек болатыны. Яғни біз қаржы саласында, қарыз да, табыс та екеуі де сол қаржы саласына қарайды. Біз сонда табысты молайтуға емес, қарыздан құтылуға деп ойласып, жаңа өзіміздің назарымызды соған қарай бұрып кететін болсақ, бізде қарыз деген сөз міндетті түрде тілімізде жүреді, ойымызда жүреді. Ал біздің жалпы білесіздер да, не ойлаймыз, не сөйлейміз, не жазып жүреміз, соның барлығы міндетті түрде орындалады. Вообще в жизни реализуется то, что мы говорим, думаем и пишем. Вот білмеймін, қандай ғұламалар айтып кеткен, қазір айтып жатқан адамдардың бәрі, авторлары да әртүрлі болып кеткен шығар, барлығының айтылуы сондай. Яғни біз нені көп ойласақ, сол нәрсе өмірімізде болады. Сондықтан біз қарыздан құтылу үшін, кеше осыны заявка бергендер адамдардың бәріне айтайын да, қазір бәрінде кредит бар. Құдайға шүкір, Каспий банк деген беріп жатыр. Удостоверениенің номерін енгізсең ғана болды ма, даже енгізбей де ала бересің, приложениемен ше, оп-оңай болып кеткен. Аласында қарызға батып жүресің. Сол кездегі сәттегі өзің қажеттіліктеріңді өтейсің, ал бірақ кейінге созылып кеткен берешегіңді ұзағынан беріп жүресің. Оның негізі қарызға батудың өзінің себептері де бар екен. Психологияда жалпы біз қашан қарыз боламыз? Қарыз, борышкер деген өзі түбінде де айтып тұр ғой сөздері ше. Біз не істейміз? Біз энергетикалық деңгейде біреуге бірдеңе беру керек сияқты болып тұрамыз. Біреуге біз борышкер болып тұрамыз. Бір эмоционалды түрде, яғни біз оған көңіл бөлмейміз. Адамдарға, әке-шешемізге болсын, бауырларымызға, немесе бала-шағамызға болуы мүмкін, немесе жақындарымызға, басқа да көңіл бөлмейміз, оларға эмоция бермейміз, яғни жақсы көрмейміз, немесе мүлде хабарласпауымыз мүмкін деген сияқты да. Соның бәрі біздің энергетикалық тұрғыдағы энергия оған бөлмегендіктен сол жағымыз бізде ақсап тұрады, бір кемшілік сияқты болып тұрады, біз беруіміз керек бол сияқты болып тұрады. Сонда Алла дейді, бізде беру керек болып тұрған нәрсені ақшалай алады. Сосын ақшалай өзімізбен өзіміз қарызға кіріп, анда мұнда нетіп жүреміз. Сондай. Ал енді мақұл ғой, қарызға кірдік, енді қалай құтыламыз? Қарыздан құтылудың жолы ол не? Табысты молайту. Егер сіздер сонымен келісетін болсаңыздар, мына жерге плюсиктеріңіз қойып кетсеңіздер, қарыздан құтылудың жолы табысты молайту арқылы ғана. Табысты молайтудың енді жолдары өте көп негізі. Бірақ біз өзіміздің ойлау жүйемізге қатысты, ойлау жүйемізге байланысты тек қана не істейміз? Осы жұмысқа барсам ғана, мен үкіметке істесем ғана, айлық алсам ғана табыс таба аламын деп ойлаймыз, иә? Немесе тек қана мен қолымнан қазір мынау келеді, мен тек қана солай ақша табуым мүмкін. Тағы да бір шектелген өзіміздегі ойлар болады. Табыс табудың бірнеше жолын білеміз. Сетевойға кірсем табамын, мына жұмысты істесем табамын, таксовать етсем ғана табамын, немесе бір зат сатсам ғана табамын деген сияқты да. Өзімізге келетін табыстарды біз басқа вариантын даже көре алмаймыз, біле алмайды екенбіз. Сондықтан уже білесіздер деп ойлаймын енді. Менің оқырмандарым, менің парақшама келіп отырған жалпы психологияға уже бас бұрып, бірталай онлайн сабақтарды, марафондарды өтіп, кітаптарды оқып, подсознание туралы, немесе қаржылық даму туралы біраз нәрсені біліп жүрсіздер. Білмеген болсаңыздар, білмеймін деп, менде әлі түсініксіз деп, жаңағы 1 деген санды жазып кетіңіздер, білеміз дегендеріңіз 2 деген санды жазып кетіңіздер. Мен де біліп отырайын, мен сіздер үшін шешпей ақ қояйын, онда сіздер үшін айтып жатырмын да өзімше. Білмеймін мен бұндай нәрсені, позитивті психологияны танымаймын дегендеріңіз 1 деп қоясыздар да, ал я білеміз бұның барлығын
уже оқығанбыз, өзімізге байланысты екенін білеміз, мышлениені өзгертсек барлығы дұрыс болатынын білеміз дегендеріңіз болса, онда 2 деп қойыңыздар. Так, мен айналысып жүрген мастер-кит методикасында жалпы табысты молайту, увеличение дохода деген ақшаны проработка жасау бойынша белгілі бір уже алгоритмдер қалыптасқан. Яғни оны көп уақыт бойы адамдар сонымен жұмыс істеп келе жатады да, жалпы табысты молайту үшін не істеуге болады деген сұрақ бәрінде болады ғой. Негізі көбісі сондай мәселемен де келген осы мастер-кит методикасына. Ақша қаражатты жаңағы проблемасымен да, қаражат жетпей жатады, ақшам жоқ, қарызға батып кеттім, немесе табыс таба алмай жатырмын деген сондай запроспен көп адамдар қосылған. Сөйтеді, осының қолданушылары, біздің акционерлеріміз, уже көп жыл қолданып жүргендер, белгілі бір алгоритм жасады. Яғни қандай мәселелерге көбірек көңіл бөлу керек деген. Мен де қазір өзім сіздерменен сол алгоритмменен бөліскім келіп отыр. Яғни неге көңіл бөлу керек? Біз нені проработка жасауымыз керек. Проработка дегенді, міне уже 2 деп түсінесіздер жалпы. Бақытгүл, сіз қазір жол жөнекей түсініп кетесіз, неге байланысты екенін. Себебі бүкіл біздің ойымыз, біздің өмірімізді анықтап жатқан нәрселер. Ойымыз қандай болса, біз өмірде сондай нәтиже алып жатамыз. Яғни сырттағы нәтижені, өмірдегі нәтижені өзгерту үшін бізге ойымызды өзгерткен маңызды. Ал енді мен экранды бөліп, білесіздер, компьютерден өзімнің дайындаған презентациямды сіздерге көрсетейін. Так, көріне ма? Анық көріне ма, жоқ па? Мына жоғар жағына қойып қояйын, себебі мына жақта комментарий болады да, сіздерге көрініп тұрсын. Как увеличить свой доход за 45 дней дейді. Гарантированно бір ай, 1,5 айда сіздер өз табыстарыңызды молайтуға мүмкіндік беретін бұл проработкалар тізімі. Ең алдымен, жалпы біз ақша бізге егер келмей жатса, немесе келген ақша кейде болады да, бізде әртүрлі адамдар көп табыс тауып жатады. Жалпы бізге айлық келіп жатады, біреулер беріп жатады, біреулер ұтып алып жату мүмкін, әртүрлі жолдары бар. Ақша келіп жатады, бірақ келіп жатқан ақшаны біз қолда ұстай алмай жатамыз көбінесе. Жетемізде бір болмайтын нәрсеге жұмсаймыз, немесе пирамидаға кіріп кетеміз, немесе ұрлап кетеді, немесе біреулер қарыз алады да бермей қояды деген жағдайлар бар шығар. Сіздерде қандай варианттар? Сіздерде ақша келеді, оны ұстай алмайсыздар ма, әлде мүлде келмей ма? Сіздер қарызға батып жүрсіздер ма? Мен білейінші жағдайларыңызда, осында отырғандардың. Жазып кетсеңіздер болады. Ақша келеді дегендер енді 3 деп басыңыздар да. Ақша келіп жатыр, бірақ оны ұстай алмаймын, жинақтай алмаймын деген сияқты. Ал мүлде табыс көзі аз дегендеріңіз 4 деп басып кетіңіздер. 3 табыс келіп жатыр, бірақ жиналмай жатыр. Ал 4 дегеніміз ол табыс табу жолдары аз. Ақша мүлде аз келіп жатыр деген. Сондай сандар жазып кетсеңіздер, мен сіздерді білетін болам, сонда кім қалай нетіп жатқанын. Жалпы ақша бізде болу үшін, бізде ақшаның образы, яғни біздің мидағы ақшаның жалпы келбеті дейміз ба, дұрыс болғаны дұрыс екен. Бізде көбінесе ақшаға қатысты көп деген бір ойлар бар ғой. Ақша деген не деп сұраған кездер, ең бірінші айтамыз, қолдың кірі. Ақша деген не, ол су ғой, ағып кететін. Ақша деген кезде тағы да басқа мақал мәтелдеріміз бар. Бізде бірінші айтқан кезде осы ақша деген не сіздер үшін? Жазып кетсеңіздер де болады, сіздер үшін ақша деген не? Ең алғаш ақша деп сұраған кездерде айтатын. Яғни біз сол ақшаның образын, образ деген тренажерда өзгертуіміз керек. Яғни ақшаның, және мен бай болған кездегі менің образым қандай? Өздеріңіз айтып көрсеңіздер де болады. Мен қазір баймын, байып кеттім десем, ажарлым күлетін ештеңесі де жоқ. Мен байып кеттім десем, мен өзімізді бір надан, біреу жемқор, немесе бір сараң, бір байлардың образы келуі мүмкін. Көп адамда сондай. Бізде өйткені жас кезімізден мультфильм көріп, басқа көріп, бізге әбден сондай образ қалыптасып қалған. Байлар өте сараңдар, шық бермес шығай байлар. Тек қана жаман адамдар не болуы мүмкін, бай болуы мүмкін деген сияқты да. Бай болсаң, менсінбей кетесің ешкімді деген сияқты бізде бір образдар қалыптасқан. Сол образды міндетті түрде өзгерту керек. Мен баймын деген образды, және ақшаның образын.
Енді мына жерде 1-2 деп отырғанымыз, бұл айттым ғой мен да, 45 күнде мынаның барлығын жасап шығуға болады деген. Бірінші күн сен образ денег ауыстыр дейді, екінші күні я богатый дегенді ауыстыр дейді. В принципе, екеуін бір күнде де істеуге болады. Эфирді обязательно сақтауға тырысамын. Екінші, қараңыздар, кейін ол образдарды өзгертіп алғаннан кейін, өзімізге ұнайтын күйге келтіргеннен кейін біз ақшаға қатысты өзіміздің қорқыныштарымызды проработка жасауымыз керек. Себебі қорқыныш деген бұл бізді блокировать етіп тұратын нәрсе. Қорқыныш деп отырғанымыз бұл бір көрінбейтін банка немесе бір защитная оболочка дейді. Қорқыныш ешқашан біз қорқып тұрған нәрсеге қарай жібермейді. Егер мен қорқатын болсам, қорқыным мысалға мына жерде сіздерге көріне ме, көрінбей ме? Страх нищеты дейді. Біз түксіз, ештеңесіз қалудан қорқамыз. Қорыққан нәрсе не істейміз? Білеміз да, біз жаңағы түксіз қаламыз деп ойласақ, ақшасыз қалып кетем, мен нищий болып қалым десем, онда мен сондай болам. Өйткені қорқу, страх ол реализуется обязательно. Страх, что закончатся деньги дейді. Ақшам таусылып қалады деген қорқыныш. Сондықтан жұмсамай ұстап жүреміз, бірақ бір күні бірдеңеге ұрынып қаламыз. Бірақ бәрібір соны қорқып жүргендіктен бізде ол обязательно ол таусылады. Закончатся деньги, остаться без денег. Былайынша қарасақ енді мағыналас, бірақ біздің ми әрбір сөзді өзінше түсінеді. Әрқайсына өзіне бір образдар қалыптасқан. Яғни менде ақша қалмауы мүмкін, ақша таусылып қалуы мүмкін. Былай қарағанда екеуі екі түрлі мағына. Ақша бар болады да таусылады, немесе менде мүлде қалмайды. Деньги украдут дейді. Страх, что деньги украдут. Яғни менен ұрлап алып кетуі мүмкін деген қорқыныш. Мен өзімде ол болған. Себебі баяғыда бір базардан қайтып келе жатқан кезде не дейді, сумкамды тіліп, кошелегімді ұрлап кеткен. Мен сондықтан кошелекте ақша ұстамауға тырысады екем. Ақша болса тезірек жұмсап жіберуге тырысады екен. Біз айлық алған кезде, мен өзім айлықта істедім ғой осыған дейін, бәленбай жыл. Мен айлық алған кезде тез соның бәрін жаратып тастауға тырысам. Үнем болып тұрады әйтеуір, жұмсап жіберуге бізде әйтеуір поводтар табылып тұрады. Ананы сатып аласың, мынаны сатып аласың. Бір аптаның ішінде айлықты жоқ қыламыз да, сосын қарап отырамыз. Сосын қайттан қарызға кіреміз. Сондай бір принцип бізде қалыптасып кеткен, сондай ойлар уже, сондай ойлармен елдің бәрі сөйтіп жүреді. Келесі, страх стать транжирой. Осындай. Мынаның бәрі егер бір жоқ болып кетеді, ұрлап кетеді, бізде нетіп қаламыз дейтін болсақ, бізде тағы да егер менде ақша бар болса, мен не болса соны аламын, бекерге құртамын деген бізде тағы да қорқыныш болуы мүмкін. Осы бір бұл нәрселердің бәрі негізі кең тараған тұжырымдар, осындай қорқыныштар. Осы қорқыныштардың мысалға да 5 түрлі қорқынышты жазып қойған. Осы 5 түрлі қорқынышты жойғаннан кейін бізде бүкіл қорқыныштың бәрі, ақшаға қатысты қорқыныштың бәрі кетеді. Егер тағы да ойлап өзіңізде басқаша бір қорқыныш бар болатын болса, оны да жоясыз. Міне 7-ші күн, бір аптаның ішінде біз образды өзгерттік, мына қорқыныштарды өзгерттік дей қояйық. Қорқыныштарды жойдық. Кейін бізде әртүрлі реніштер бар. Сіздер білесіздер да, адамда реніш, қорқыныш, бұл негативті эмоциялар. Олар болып тұрған кездерде біздің арман мақсатымыз орындалмайды. Сондықтан олардан арылу керек. Я ысыраптан қорқамын дейді ажарлым. Бәріміз де сондаймыз. Бәріміз де бекерге шашу, бекерге мал шашпақ деп Абай атамыздың өлеңдерін жаттап өстік қой. Сосын ата-анамыз да әбден үйреткен. Неге сен ақшаны бекерге жұмсайсың? Оған бүйтуге болар еді. Гүл алғанша дейді, 8 мартта гүл алғанша 1 кило ет алу керек еді деген сияқты бар ғой. Бізде сондай бір тұжырымдар өте көп. Сондықтан біз даже өзімізді қуантатын заттарды алуға өзімізге қимаймыз. Өзімізді біз ысырапшылмыз, біз дұрыс емес жұмыс істеп жатырмыз, біз ысырап қылып жатырмыз деп сондай ойлап тұрамыз да, ол ойлап тұрғандықтан біз өзімізді сосын кінәлаймыз, егер вдруг солай жұмсап жіберген болсақ. Кінәлау сезімі білеміз, өзімізді өзіміз жауып тастаймыз, эмоциямызды, желаниямызды деген сөз. Ары қарай әртүрлі реніштер болуы мүмкін. Реніштеріміз ең бірінші материяға дейді. Материяға жалпы мынау біз өзімізді бітеміз да, мен духовныймын, материальныймын деп екі жаққа бөлеміз ғой да. И рухани дамыған жақсы, рухани болған жақсы. Не сен тек қана материяны ойлай бересің? Біз ана бір баяғыда Аллаханымызға қарап нететінбіз. Сен материалистсің ба, или сен не дейді анау духовный несің ба деген сияқты, идеалистсің ба деген сияқты да. Кішкентай кезімде соны айтатын. Материалист болуға болмайды, ты что деген сияқты, ол бір дұрыс емес нәрсе сияқты болып қалыптасқан бізде. Сөйтеміз де біз, мен идеалистпін, мен рухани дамимын, мен отрицаю материю. Вообще мен жаңағы неме дейді,
дүние қоңыз болма деген сияқты нәрселер бар ғой біздің өмірімізде. Сосын айтады, сен ақша деген маңызды емес. Қазір бізде шариатта тем более айтады да, дүние деген маңызды емес, вообще дүние қоңыз болмағын, оның бәрі өткінші, алдамшы, дүние бұның бәрі қалады, ертең өзіңмен бірге алып кете алмайсың, иманыңды күшейткін, тек қана духовный, рухани өскін деген сияқты бізге сондай бір установкалар жан жақтан айтады. Сосын бетемізді, мен жаңағы, егер мен материяны хочу болсам, материя ол жаңағы не ғой, заттарды, онда мен дүние қоңыз екенмін деген сияқты ойлар келеді да, біз одан отказ беруге тырысамыз. Отказ береміз, бірақ оның өзі дұрыс емес болып жатады. Келесі, бізде реніш болады. Сонда сол материя деген жалпы жаңағыдай заттарға деген бізде реніш болуы мүмкін. Сосын обязательно өзіміздің әке-шешемізге на маму, на папу дейді. Қаншама жоқ менде әке-шешеме реніш дегенменен бір проработка жасап тексеру керек. Егер сен оған риза бола алмайтын болсаң, бір қандай да бір әрекеттер үшін ба, оның қасиеті үшін ба, оның бір айтқан сөзі үшін ба, онда ол ренішті жойған дұрыс. Кілттей болсын бізде реніш бар болатын болса, біз ол энергиямызды жеп тұратын нәрсе екенін түсінесіздер. Обиду на себя. Өзімізге біз көп ренжиміз. Өзімізді көп кінәлаймыз. Өзімізге ренішті жоймайынша бізде әрі қарай ештеңе жақсы бола қоймайды. Яғни біз міне уже 11-ші күнге келдік, 11-ші күнде бір проработка жасап жатырмыз деп есептегенде. Осы жаңағы реніштердің бәрінен арыламыз. Реніштен арылғаннан кейін барып бізде өзімізді қалыпты, кеше біз тақырыпта қараған болатынбыз, универсальный установки деген бар. Өзімізді бастапқы бір әдемі қалпымызға келтіру, бастапқы күйге келтіру. Адам негізі туылған кезде бүкіл өзіне жақсы көретін, бүкіл эмоциясы ашық, өзінің тілектері, желаниялары ашық болып туылады деп кеше айтқан болатынбыз. Бұл эфирлерде кейін сақталып тұрады, қарап аларсыздар егер кешегі эфирді көрмеген болсаңыз. Яғни өзіміздің күйімізді рет. Кешірім сұраймын, мен телефоным сәл шығып кетті. Қайтып келдім. Бармын ғой деймін, мен даусым естіле ма? Бар, жоқ, айтып жіберіңізші. Я жоқ деп жазып жіберіңіздерші. Даусым естіле ма, мен бармын ба? Мынау уже сақталып тұр ма сонда? Бұл кешегі. Бұл кешегі. Естіле ма? Бар дейді. Аха, все, тогда. Ары қарай жалғастыра берейін. Қараңыздар, сонда біз мына жерде универсальный установка, өзіміздің күйімізді бастапқы қалпымызға келтіреміз. Өзіміздің желаниямызды ашамыз. Бізге барлығы рұқсат деп. Ол туралы біз кеше толық айтып кеттік. Өзімізге өзіміз деген махаббатымызды ашамыз. Любовь к себе просто так. Эмоцияларымызды ашамыз. Өзіміздің дара тұлға екенімізді сезінеміз. Және стремление к одиночеству дейді. Жаңағы біз кеше айтқан болатынбыз, кейде біз жалғыз қалғымыз келеді, басқалармен болғымыз келмейді деген сияқты осындай бір проработканы жасап, өзіміздің осындай эмоцияларымыздың барлығын ретке келтіріп, бір әдемі бастапқы күйімізге келеміз. Яғни толыққанды здоровая клетка деген принцип бар да, сол принцип бойынша біз өзіміз дені сау, көңілі сау, жаны жайланған гармониядағы адам болып шығамыз. Міне универсальный установкаларды проработка жасау арқылы өзімізді өте жақсы көретін боламыз. Просто так, бірдеңе үшін емес. Біз обычно өзімізді жақсы көреміз деген кезде, мен молодецпін, сондықтан жақсы көремін, мен барлығын істеп жатырмын, мен сондықтан өзімді жақсы көремін деген емес. Сосын бұл универсальный установка аяқталғаннан кейін уже 16-шы күн, 2 апта уақыт өтті дейік. Непринятые качества деген нәрсе бар. Біздің адамдардың бойында қабылдамайтын, бізге ұнамайтын бір қасиеттер, мінездері болуы мүмкін. Қасиеттер деп аударамыз, бірақ былай қарағанда мінездің әртүрлі жақтары. Ол қандай қарап көрініп тұрса, міне қараңыздар, жадный, ленивый, неудачник. Вот кім осындай болғысы келеді? Қарап отырсақ, еш қайсымыз, мен жадный емеспін деп, біз оны қабылдамаймыз. Жадный болғымыз келмейді. Әлде болғыларыңыз келетіндер бар ма? Деп белгі беріп кетіңіздер, или хотя бы сердечкамен. Жадный болғым келмейді. Ленивый болғым, яғни жалқау болғым келмейді. Неудачник, өңшең сәтсіздікке ұшырап жүретін адам болғым келмейді деп.
білейінші сіздердің сондай келісесіздер ма жоқ па? Бұл қасиеттер менің бойымда болмаса екен деп тілейміз. Солай ғой? Звездочек не вижу, сердечек не вижу. Мен тыңдап жатқан адам бар ма жоқ па, мен білмеймін. Я бір сигнал беріп қойсаңыздар. Или келісесіздер ма, өздеріңізде қабылдайсыздар ма бұл қасиеттерді? Сабақты сақтап қоямын. Сабақ болып кетті ма? Тікелей эфирім. Осындай болып кетті. Мен негізі презентациямен сөйлегенді өте жақсы көрем. Көрсетіп отырғанды. Ондай болғымыз келмейді. Біз бұндай қасиеттерді қабылдамаймыз негізі. Бұл қасиеттер өте жаман қасиеттер деп ойлаймыз. Жалпы біздің ойымызда сондай. Негізі біз солай ойлаған сайын біз... Бетпеңіздер, мен тағы да шығып кеттім. Қабылдамаймыз, біз ондай болғымыз келмейді, әрине. Біз қабылдамаған сайын, білесіздер ма? Бұл қасиеттер бізге айналып көріне беретін. Алла жаратқан бізді барлық қасиетпен бірдей. Егер мен бұл өзімді, мен жадный емеспін дейтін болсам, мен өзімнің бір жақ шетімді қабылдамай тұрым деген сөз. Біз қасиеттер туралы бір лекция айтқанбыз, мүмкін тағы да қайталармын кейінірек тағы да. Яғни мен өзімді сондай бір щедрыймын, мен қолымдағының бәрін беремін деген сөзді беремін, ал мен бірақ жадный емеспін, мен ешкімге сараңдықты танытпаймын деп. Бірақ біліңіздер, біз оны қабылдамаған сайын ол бізге көріне береді, біз өзімізді керісінше сараң ретінде все-таки проявлять ете береміз. Бір жерлерде ол бәрібір жүзеге асып жатады. Ақшаны проработка жасау үшін, жалпы табысты ақшаны өзімізге рұқсат беру үшін біз осы үш качествоны, мінездерді міндетті түрде қабылдауымыз керек. Оны қабылдау қандай болатын, мен келесі бөлек сабақта айтатын болам. Ал оны қабылдадық, тағы да 3 күн уақыт кетті дейік. Келесі сознательные установки деген тарау бар. Сознательные установки, яғни біз өмірімізде жалпы білеміз бұлар туралы. Біз олар туралы үнемі айтып жатамыз. Біздің күнделікті сөзіміз, аузымызда айтылып жүрген сөздер. Вот деньги вода, деньги деген су. 100 сомың болғанша 100 досың болсын. Деньги это зло. Айтамыз ғой, легких денег не бывает дейміз. Деньги зарабатывать трудно. Жайдан-жай ақша келмейді. Ақша қатысты өздеріңіздің тағы да ойларыңыз бар болса, осы жерде жазып жіберіңіздер. Ақша қатысты сіздер не айтасыздар? Күнделікті айтатын, ойлайтын нәрселеріңіз. Ол сіздің айтып жүрсеңіз, ол яғни сіздің неңіз, установкаңыз. Ал установка ол міндетті түрде жүзеге асатын нәрсе. Қарап отырсақ, ол орындалмай қоймайды. Біздің ойымызда, сөзімізде жүрген нәрсе ол, яғни нағыз біздің ойымыз. Іске асады деген сөз. Осының әрқайсысын бір күн дейді мысалға тағы да. Бұны сознательный установка негізі барлығын бір күнде де жойып тастауға болады, қаласақ. Бұлар бір қаттандай бір нервный напряженияны, эйфорияны қажет етпейтін, оңай трансформация жасалатын. Ақша жетпейді, ақша жетпейді, ақша жоқ деген айтпа дейміз ғой. Негізі қазір көп позитивный психологияда жүрген адамдардың бәрі айтады, ақша жоқ деп айтпа дейді. Бірақ түсіндірмейді. Сен айтқан сөзің ол сенің ойың, ал ойыңда бар нәрсе ол іске асады. Сондықтан жетпейді дегенде айтпаймыз. Бірінші аузымызды тиямыз, сосын ол ойдан кетеді. Ойдан кеткен кезде ол біздің өмірімізден де кетеді, ойлардың барлығы. Яғни сондай екен. Ең бірінші өзіңе аузыңа абай бол дейді. Айтқан сөзің бәріне абай бол деп атқан осы екен. Бұл сознательный установкалар, біздің саналы түрде айтатын сөздеріміз. Саналы түрдегі айтылатын. Одан кейін біз тағы да ары қарай сознательный запростар береміз. Сознательный запрос біз өзіміз қалайтын нәрселер. Енді өзіміздің қалауымызға мына жерден ситуация деген тренажерда жасалатын нәрсе, менің қалауым. Мой доход 100%. Мен мына жақтан үлкейтсем болады екен ғой, бағанадан бері. Кішкене мен сіздерге экран сөздер көрініп тұр ма? Мінекей. Мой доход какой там? У кого-то 1 000 000 тенге, у кого-то 1 000 000 рублей, у кого-то 1 000 000 долларов. Әркімде әртүрлі. Өзіміздің доходымызды, яғни тренажерда бар сондай ситуация деген сознательный запрос ретінде менің запросым деп соны енгіземізді шаблонменен оны проработка жасаймыз. Немесе тағы айтамыз, ол доход жарайды, ол қайдан келетінін мен білмеймін. Мүмкін тағы ары қарай істейміз. У меня 3-4 источника дохода. Бір жақтан ғана келмейді ғой бізге жалпы табыс.
табыстың көздері өте көп. Өзімізге рұқсат беретін болсақ, оны бірінші жаңа образда қарауымыз керек. миымызда қандай образ қалыптасқан, доходтар болу мүмкін емес деген бізде бір сондай тұжырымдар болуы мүмкін. Біз осы жерде сознательный запроста проработка жасаған кезімізде біз өзімізге мынандай доходты рұқсат болатынын өзімізге сендіреміз. Одан кейін 3-4 источник дохода, яғни табыс көздерінің бірнеше өтуге болатынына өзімізді сендіреміз. Проработка өзімізді сендіру, өзімізбен келісімге келу деген сөз. Өзімді я богатая деген күйге сендіреміз. Сосын барып ко мне деньги идут легко и просто дейді. Күшті запрос негізі ше. Шынымен осыны проработка жасаған кездерде қайдан қалай кеп жатқаны менен ісің жоқ. Әйтеуір бір поток ашылып кетеді дейді ғой да. Любой реклама беріп қаласың, блогер болатын болсаң, товарларың демде өтіп кетіп жататын болады. Жайдан жай біреу подарок істеп кететін болады, сондай сияқты да. И я магнит для денег. Былайша қарап отырсақ, мынаның барлығы біздің күнделікті айтатын аффирмацияларымыз. Аффирмацияны айта берсең орындалады дейді. Әрине орындалады. 1 ай, 2 ай, 3 ай айтыңыздар, 1 жыл айтыңыздар. Сол кезде сіздерде мынаның барлығы орындалады. Мастер-кит программасында осыны бір проработка, яғни 15-20 минутта жасап өзіміздің миымызды сендіруге болатын нәрсе. Ал кеттік, осының бәрі мысалы келдік, уже 28 күн өтіпті. 4 апта уақыт өтті, 1 ай. Ары қарай тағы да сізде өзіңізде жалпы жеке бір өзіңіздің ойларыңыз болуы мүмкін. Бұл мынаның барлығы жиі кездесетін проработкалар тізімі мен ұсынып айтып отырған да. Одан кейін сіздерде жеке ақшаға қатысты, мысалға әке-шешеңіздің айтқан бір сөздері есіңізде қалып қоюы мүмкін. Немесе өткенде мысалы Диана Мұсанова айтып жатқан еді, бір досын атып кеткен ақша үшін. Сондықтан өте қатты эмоционалды стресс болған еді дейді. Бай болсаң, сені атып кетеді, өлтіріп кетеді деген сияқты. Сондай бізде болуы мүмкін ғой, үйімізді тонап кеткен, немесе баяғыда ата-бабаларымыз ақша үшін каторгаға кеткен, немесе жер аударылып, Ташкент асып кеткен деген сияқты да Қытайға кетіп қалған. Сондай нәрселер әрқайсымызда өзімізде жеке тағы да өз өмірімізге қатысты, өзіміздің ата-бабамызға қатысты, әке-шешемізге қатысты, өзіміз балалық шақта болған ақшаға қатысты көптеген бір тағы да ситуациялар болуы мүмкін. Соларды біз алып тастау арқылы оларды табасыз. Іздеп сұрап отырған кездерде мен жаңағы ақшаға қатысты запрос берген кездерде олар міндетті түрде шығады. Өзіңізге установка ретінде есіңізге түседі. Образын қарап, еске түсіріп жатқан кезде, өйткені бір цепочканы еске түсірген кезде екіншісі обязательно тағы да өзінен өз бірін-бірі тартатын нәрселер ғой. Келетті, ол сіздің есіңізге түскен соң, сіз оның установка екенін білесіз, установканы тренажерға салып, жойып тастайтын боласыз. Яғни осылай, мысалы, соған бір 45 күн уақыт кетті дейік. Мен айтар едім, 1 айдың ішінде, мақұл 1,5 айдың ішінде осындай проработкаларды жасау арқылы, жалпы, бұны біз ромашка деп атаймыз, да, как увеличить свой доход за 45 дней деген. Бір алгоритм, былайынша бірінен кейін бірін жасап, өтіп, реттеп өзіңнің өміріңе күшті өзгерістерді енгізуге болатын. Әр проработка міндетті түрде нәтиже береді. Себебі сізде не істейді, уже ой өзгеріп жатады. Мен өзіме қарай бұрып алайын да. Ойыңыз өзгерген сайын сізде міндетті түрде нәтиже, өмірдегі нәтижеде өзгеріп жатады. Мастер-кит Жанна бар екен, мен мына жерде. Жанночка менің құрбым, екеуміз созвон жасап, постоянно сөйлесіп жүрген. Жанна, сен экранға қосайыншы. Жаннаның күшті нелері бар. Нәтижелері бар. Осындай проработка бойынша айтып